Құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және Сыртқы істер министрлігінің министрі Қайрат Әбдірахманов, мен сіздерге айтар арызым бар. Мен Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Көктал микрорайонынан, атым Рәш Гүлбостан, Қазақстан азаматымын. Менің айтайын деген арызым: әкем Қазыбек Рәш, Қытай Халық Республикасы Шинжаң Ұйғыр автоном районының Күрес ауданынан, Қытай азаматы Ықтиярғатпен. Әкем семьясымен 2016 жыл 12 айда Қазақстан Талдықорған, Алматы облысы Талдықорған қаласына көшіп келген. Сонымен Қытайлардың шақыртуымен паспорт тізімде етеміз деген шақыртуымен 2017 жылы 9 айдың 4 күні Қытайға кеткен. Өзі 87 жаста, пенсионер адам. Қытайға барғаннан кейін паспортын, ықтиярғатын бәрін алып өзін жібермей отыр. Бала-шаға, семьясының бәрі осы жақта. Қазір келе алмай, мінеки 1 жылдың 100-і болды. 85 жаста анам бар. Барлығы осы жақта Қазақстан азаматы. Әкемнің 87 жасқа келгенде ол жақта үйсіз, күйсіз, жүріп өте ауыр тиіп жатыр бізге. Сондықтан мен елбасынан және Сыртқы істер министрлігінен, барлық адам құқықтарын қорғау ұйымдарынан көмек сұраймын. Әкемнің аман есен елге оралуын тілеймін. 60